Алла тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Құрметті оқырмандарым, бүгінгі сый Алламен кездесуді армандайтын, Алланың өзіне разы күйде жолыққысы келетін әрбір адамның ең үлкен арманы. Бүгінгі сый бір ғана хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: расында Алла садақа арқылы оны берген адамнан жаман өлімнің 70 түрін қайтарады. Оның ең төменгісі уайым қайғы. Тағы бір хадисте соған ұқсас мағынада айтылған керемет пайғамбардың шүйіншісі бар: жасырын садақа жаман өлімнен қорғайды деген. Олай болса, құрметті оқырмандар, бүгінгі сый соңғы сәттер туралы. Адам өмір бойы Алладан алыс жүріп, немқұрайды болып, дүние тірлігіне алданып кетуі мүмкін. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бізге мына қағиданы үйретті: иннамал аъмалу бил хауатим. Істердің бағасы олардың аяқталуына байланысты. Яғни, егер адамға жақсы аяқталу нәсіп болса, Алла қаласа ол жақсы күйде тіріледі, жақсы күйде есепке тартылады және жәннатқа кіреді. Өйткені адам юбъасу ала ма мата алейхи, қай жағдайда дүниеден өтсе, сол жағдайда тіріледі деген. Сондықтан салих жандар үнемі жақсы аяқталуды, яғни хуснул хатиманы сұрап дұға ететін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бізге садақаның сауабының қаншалықты үлкен екенін үйретті. Алла тағала садақаны есе көбейтеді, әр бергеніңе 700 есе, тіпті одан да көп береді. Алла тағала Құранда бізге айтады: валлаху юдаифу лиман яша. Бақара сүресінде Алла қалаған пендесіне еселеп арттырады деген. Бәрімізде көрдік Алла садақаның орнын қалай толтыратынын, қалай береке беретінін. Өмірімізде оны кездестіріп те жүрміз. Алайда бүгінгі сый берілген ақшаның дүниеде қалай қайтатыны туралы емес. Бүгінгі сый адам өлер сәтте ең әлсіз, ең қорқынышты, ең белгісіз мезетте Алланың оны жұбатуына қатысты тақырып болмақ. Адам өлім алдында өз тағдыры үшін қорқуы мүмкін: мені не күтіп тұр деп. Сондықтан Алла тағала әрбір садақа берген адамға уәде етеді пайғамбарым арқылы: сен біреудің көңілін көтердің, мен сенің көңіліңді ең қиын сәтте көтеремін. Неге? Өйткені садақа тірі жүріп, іштей өліп жүрген адамды тірілтеді. Көп адамдар бар, мұңды, күйзелген, қорланған, қажыған, мұқтаждықтан жаны қысылған. Сен садақа бергенде олардың жүрегінде үміт тіріледі. Олар өздерін дүниеде жалғыз қалған, жәбір көрген жандар сезініп жүргенде, сенің садақаң олардың Аллаға деген сенімін қайта тірілтеді. Сен оларға былай дегендей боласың садақа беріп жатқан кезде іштей: Алла сені тастамайды. Ал сен біреудің көңілін көтерсең, Алла сені өзің ең мұқтаж болған сәтте көтереді. Сен адамдарды дүниеде тыныштандырсаң, Алла сені жан шығар сәтте тыныштандырады. Сондықтан инналлаха ла ядара бис садақа деп пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, Алла садақа арқылы жаман аяқталуды сенен қайтарады. Осы себептен Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху садақаны үзбей беретін еді дейді. Егер қолында 4 дирхам болса, оларды былай бөлетін Али радиаллаху анху: біреуін таңертең, біреуін кешке, біреуін жасырын, біреуін ашық түрде беретін. Сонда Алла тағала Құранда оның сифатында былай деді: аллазина юнфиқуна амвалахум биллейли ван-нахари сирра ва алания фалахум аджрухум инда раббихим вала хауфун алейхим вала хум яхсанун. Бақара сүресінің аяттары. Малдарын түнде де, күндіз де, жасырын да, ашық та жұмсайтындардың сыйы Раббыларының қасында. Оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды дейді. Сондықтан уа садақа иесі, қорықпа. Алла қаласа Алламен кездесетін сәтің қуаныш сәті болады. Алла сенің көңіліңді сол кезде көтереді, дүниеде сен мұқтаждың көңілін көтергеніңдей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям хадисінде айтты емес пе: инналлаха ла ядару бис садақати ан сахибиха саб'ина миата мин суин. Алла садақа арқылы жаман аяқталудың 70 түрінен қорғайды деді. Қуаныңдар, уа садақа иелері, жақсы аяқталу сендерге нәсіп болсын. Бұл Рахманнан келген ұлы сый.